Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін көптеген көрермендердің сұрауы бойынша бордақымызды түсіретін боламын. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, мына екі сиырдың сатылып кеткен туралы айтқан болатынмын. Мына жерде қызыл сиыр мен дәу қара сиыр тұрған, дөңежін сиыр екеуін сатып жібердік, тірідей кетті. Сол себепті сіздерге нақты салмағын айта алмаймын. Екеуінің бағасы 450 мыңнан сатылды, екеуі тірідей. Солай екі жақ келісіп 450 мыңнан екі сиыр сатылды. Ал мынау бізде ала сиырымыз. Бұл сиыр қазір бордақта тұр. Ана сиырлардан кейін олар екеуі таза 4-5 айдан тұрған бордақта, еттері толып, солайдан тірідей алып кетті қалаға. Келісім бойынша қоймай сат деп. Сол себепті тірідей алып кетті. Мынау бізде ала сиыр. Бұның бордақта тұрғанына 2,5 айдай асып қалды. Өздеріңіз көргендеріңіздей, міне күйе барлығы жақсы болып қалды. Еті барлығы. Бірақ желін әлі қайтпай тұр. Себебі алдыңғы кезде сүт керек болғандықтан күнде сауып тұрғанбыз. Енді қазір бұны таза суалтатын боламыз. Сиырды тез суалту үшін оны бірден саумай қойсаңыздар, ол жаман болады, себебі мастит ауруын алып келуі мүмкін. Мастит дегеніміз ол сиырдың емшегінің жансызданып қалуы, некроздалып кетуі. Ол дегеніміз сүт қатып, сол жердегі сүт тіндерінің ішіндегі сүт өндіретін тіндердің сүтке толып, сол жері қатып қалуы болып саналады. Ол дегеніміз мастит ауруы ертең некроздалып, ары қарай іріңдеп, ауруға алып кеп, одан сиырларыңыздың денсаулығы құрып, ауру болуы мүмкін. Сол себепті оны бірден саумай тастауға болмайды. Себебі желінен де толып тұрған сүт ол қатып қалып маститке алып келеді. Сол себепті кемінде шамаларыңыз келіп жатса, 2 күнде бір, 3 күнде бір сөйтіп арасын ұзартып, 7 сайын ұзартып отырып, сауа берсеңіздер, өзі де сүті қайтып, шамамен 1-7 сайын есептеп көрсеңіздер, осы жеті 3 литр сүт берсе, келесі жеті 2 литр сүт береді. Сөйтіп азайып, бір уақытта өзі тоқтата бастайды. Сүт көлемі жарты литрға көшкен кезде сауды тоқтата салсаңыздар да болады. Содан кейін ол маститке алып келмейді. Сиыр солай ақырындап суалады. Бір жағынан сиырға да ол, себебі желіні ісіп тұрған сиыр, ол желіні сыздап, оны ала да алмайды. Таңертеңгісі міне өздеріңіз көргендеріңіздей жоңышқамызды салғанбыз. Осы жоңышқан кешке дейін жейді. Қазір сиырымыз шөлдеп тұр, су беретін боламыз. Түскі уақытта астын тазалап, барлығын қазір ретімен реттейтін боламыз. Шелегіміз 25 литрлік. литрлік дегенде. Үлкен шелек бұл. Бір қолымда камера болғандықтан құю ыңғайсыз болып жатыр. Достар, шелегімізді толтырып алдық. Қазір су беріп көрейік. Ішемі ішпесе түскі уақыттағы жемін беретін боламыз. Себебі кейде сиыр жем сұрап тұрады, түскі жемін су ішпей. Міне достар, суды осылайынан береміз. Мынау бізде құдықтың суы, жылы су. Қыс мезгілінде осылайынан құдықтың суынан беруге тырысыңыздар. Өзен, көлдің суы, ағып жатқан су, немесе далада тұрған су, суық болады, тісіне бірден тісін ауыртып, малдың емалін, содан мал дұрыс су ішпейді. Ал мынау жылы су болғандықтан бірден жұтып іше береді. Мал бордақылаудың ешқандай артықшылықтары жоқ, қиыншылықтары. Ең дұрысы, сиырдың асқазанын құртып алмай, осылайынан құнарлы, жақсы шөп беріп отырсаңыздар, болды. Малдарыңыз өзі ақырындап, шыдамдылық пен төзімділікке шыдасаңыздар, ақырындап семіре береді. Бордақы кезінде ең проблема ол бізде жем шөпті алып беруі. Жем шөпті ең алдымен бордақ ұстамас бұрын қамтып алыңыздар. Себебі ертең бордақ малды алып, одан кейін шөптеріңіз болмай қалса, одан кейін шөп сатып алу, оның барлығы
артық шығын болып табылады. Сіздер мысалы өздеріңіз кейбіреулер комментарийде жазады, кейбір көрермендеріміз. Мен бордақ ұстасам деген ойым бар. Сиыр сатып алып базардан семіртсем ақтай ма дейді. Оған біз әрине ақтайды деп жауап береміз. Ақтайды, бірақ жем шөбіңіз өзіңіздің есебіңізден болса, онда міндетті түрде ақтайды. Ал жем шөп сатып алсаңыз, сіздің өзіңіздің уақытыңыз кетеді бордаққа. Бордақ малды сатып алсаңыз, оның барлығы сізден шығынға түседі. Өйткені қазіргі таңда осы мал саудасында алып сатарлар көбейіп кетті. Малды сенен алып, оны ары қарай қосып үстіне сатады. Ауылдан арзан қалып, оны қымбатқа сатады. Сол себепті мал сатқан кезде малдарыңыздың бағасын қатты түсірмеңіздер. Өзіне тұрарлық бағаға беріңіздер. Еттің бағасын, мысалы қазір біз жақта 1800 теңгеден алып жүр ауылда. Ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Етті кемінде 2000-2200-ден сондайдан алса, ол тамаша болады деп ойлаймын. Себебі қалада еттің бағасы, сиырдың еттің бағасы 2800 теңге болып тұр. Ауылда оны 1800 теңге алады. Үстіне бірге бір қосып, содан етеді. Суымызды беріп қойдық. Түскі жемін жеп алды. Енді осылайынан шөбін жеп, жылы қорада жатып семіре береді. Астын тазалап қоямыз. Астына күл сеуіп отырмыз қазіргі таңда айырманың алдын алу үшін. Тұра берген малдың аяғы айырма болып кетеді. Қазіргі таңда бордақы да осы бірақ бастыр бізде, барлығы сатылып кетті. Көптеген көрермендер де бар, алып кетіп жатқан. Қазіргі таңда таза бордақыны көп ұстамай жатыр. Осылайынан ауылды жерлерден біз секілді құр жем шөппен ғана бордақылайтын кісілердің малын көбінесе қолдарынан жылып кетіп алып кетіп жатыр. Пирожки секілді. Осылайынан бордақымыз жүріп жатыр. Мына жерлерді тазалап, екі қораны аткорым тұрған жерді бордақымыздың орнын ақырымыздың барлығын тазалап, дезинфекция жасап, барлығын қайтадан қарапайым малдарды тұрғызып жатырмыз. Бордақ емес малдарды. Әр мал бордақыдан кейін орнын тазалап, міндетті түрде астын барлығын қырып, тазалап шығарып, ақырын тазалап, барлығын реттеп қоямыз. Себебі келесі мал тұрады, бұл жерде басқа мал. Қазіргі таңда шаруа малдарды байлау үшін осындайдан астына кішкене жонышқа салып қоямыз. Себебі жем берген тиімсіз, байлау кезінде неше түрлі жабайылары бар, дұрыс байлатпайтын. Бұларды осылайдан байлау үшін барлығын астына осындайдан жонышқа салып қоямыз. Осы жонышқаны жейді, кешкісін бір жағынан бұл құнарлы шөп болғандықтан малдың етін түсірмейді. Бұл бізде мынау екінші покостың жонышқасы. Бұл кішкене жас жонышқа болғандықтан өздеріңіз көргендеріңіздей жапырағы көп, бурай аз. Аткорымға беріп жатқанымыз ол бізде бірінші покостікі жуан сабағы көп, жапырағы аз, бірақ бұның құнары жақсы. Себебі мынау өздеріңіз көрсеңіздер, мынаумен салыстырып, мынадан гөрі көкшіл, ал мынау бізде кішкене жаңбырға қалып қалған, қаралау болып қалды. 2-3 күн жаңбыр жауып, техника бұзылып, соның нәтижесінде осылайынан қаралау болып қалды. Сол себепті оны көбінесе шаруа малға береміз. Ал бордақыда тұрған малға не қылдым? Жақсы жасыл жонышқа беруге тырысыңыздар. Себебі бұзылған жонышқа жесе, ол бордақ малдың асқазаны ауырып, ертең өлімге де алып келуі мүмкін. Сол себепті не қылдым? Жақсы шөп беруге тырысыңыздар. Сиыр малының асқазаны әлсіз болғандықтан кітапшасы барлығы жабысып қалады. Соның нәтижесінде ода асқазан істемеу болады. Бізде бұқамыз, әлі бұғанда су беруді. Достар, бізде Гирифорд тұқымды бұқа 1,5 жасар. Баға беріп кетіңіздер. Келесі жыл 3 жасқа дейін өсірсеңіз ба деген ой бар. Себебі бұндай кіші кезінде сату, бордаққа тығу өте тиімсіз болып табылады. Көп пайдалы келмейді, етті де аз береді. Ал 3 жасқа толса, 3 жасар бұқаны
адамның қолына ақшасын ұстатып, қолынан жұлып кетуге дейін барады. Себебі 3 жасар бұқаның еті де көп болады, весті да береді. Бір жағынан кафе, ресторандарда осындай ірі бұқалардың етін қымбаттан алады. Килограмм 2600 теңгеге дейін алып жатады нақты ақшаға. Сол себепті бұқаны көбінесе 3 жасқа дейін өсірген пайдалы. Осылайынан су бердік. Достар, тағы бір шелек беретін боламын. Ал мен сіздерге осы видео қызықты болды деп ойлаймын. Комментарийде сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, өздеріңіз байқасаңыздар. Барлық сұрақтарға жауап беріп жүрмін. Келесіде осы бордақымызды тағы да түсіретін боламын. Нәтижесін тағы да бір бөлісіп сіздермен болған Агро каналы. Видеодан аса каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап, қазақ тіліндегі каналдардың дамуын қолдап атсалысып отырайық. Келесі видеода кездескенше.